тігуге кірістік. Алдыңғы бой мен артқы бойды бір-бірінің үстіне қойып алдым. Қазір иықтарды бір-біріне қосатын боламыз. Осы иықтарды бір-біріне қосып шығамыз. Артқы бөліктің иықтарына ине қыстырып алдым. Закрепка беруді ұмытпаймыз. Артқы бөліктің иықтарын қосып алдық. Артқы мен алдыңғы бөліктің иықтарын қосып алдық. Енді иық бөлікті тігіп болғаннан кейін үтіктеп аламыз. Және де астар бөліктің артқы бөлігі, және де подборд и астар бөлік барлығыны подбордты астарға қосып шығамыз. Осы жерін былайынан қосамыз екі жағынан, және де иықтарыны бір-біріне қосып шығатын боламыз. Осылай тігеміз. Біз инемен қыстырып алатын боламыз. Егер сізде жұқа материал болса, сіз подбордты дублириндеп алыңыз. Менде қатты материал болғандықтан мен дублириндаған жоқпын. Міне осылай ине қыстырып алдық. Екіншісінде дәл солай ине қыстырып алатын боламыз. Ине қыстырған жерді тігіп шығамыз. Подбордты тігуге кірісеміз. Осы жерден тігіп шығамыз. Подбордты тігіп алдық. Енді артқы бөлігін қосатын боламыз. Астыңғы бөлік астарға иық бөліктерін қосып, осы жерден 1 см қалдырып тігіп шығамыз. Тіккенге ыңғайлы болу үшін инемен қыстырып алыңыздар. Тіккен бөліктерді үтіктеп аламыз. Жеңді тікпестен бұрын осы жерге бүрме жасап аламыз. Мына жерге дейін үлкен тігіспен тігіп алыңыздар. Жіпті екі жағынан тартатын боламыз. Сонда бізде складка болады мына жер. Ол негізі слегка складка болу керек, қатты тартып жібермейміз. Осыншалықты шамалы. Екінші жеңді де осылай жасап аламыз. Астыңғы жіпті тартып складка жасаймыз. Жеңді осылай складка жасап алдық, екі жақты дайын. Ортасын белгілеп инемен қыстырып аласыздар. Жеңді қондырып алдық, екі жағына да енді тігуге кірісеміз. Екінші жеңді де осылай тігіп аламыз. Міне біз жеңді қондырып алдық. Енді астар бөліктің жеңін қондырамыз. Жеңде мына алдыңғы шамал кіріңкі жағы, бұл алдыңғы бой, мына артқы бой. Енді астардың жеңін қондыратын боламыз. Ортасын белгілеп алайық. Осылай инемен қыстырып шығамыз. Астар бөлікке жеңіне складка жасап аламыз. Астар жеңді қондырып шығасыздар. Біз осылай костюмды қойып алдық. Оң жағы жоғары бізге қарап тұр. Және де астар бөліктің оң жағын костюмға қаратып, осылайдан қойып аламыз. Міне қойып алдық. Астында негізгі бөлік, мына астар бөлік. Астар бөлік. Енді осы жерде бірінші мына жеңнен 2 см астар бөліктен алып тастаймыз. Жең бөліктен 2 см астарынан алып тастаймыз. Екінші жағынан да дәл солай астардан 2 см алып тастайтын боламыз. Енді тігуге кірісеміз. Осы бірінші екі жағынан жеңді тігіп аламыз. Одан кейін мойын ойындысыны соңына дейін осылайынан тігіп шығатын боламыз. Мойын ойындысын ине қыстырып алдым. Мына жаққа дейін, және де жең осының барлығына тігіп шығамыз. До конца. Барлығын тігіп келдім. Жеңді де, мойын ойындысын да, жан бөлігінде тігіп келдім. Енді осы жерде насечка береміз мойын ойындысына. Мойын ойындысыдан келген мына точканы кесіп тастайтын боламыз. Біз енді алдыңғы бөлік, артқы бөлік, жең. Алдыңғы бөлікті астар бөлік жеңмен негізгі бөліктің екеуінің ортасынан артқа қарай өткіземіз. Міне, артқа өткізіп алдық. Өткізген кезде біздің жеңіміз, міне, жеңнің екі бұрышына бір-біріне қосамыз. Оң жағы ішке қарайды. Міне, осылайынан тігеміз. Оң жақ жеңді де солай алып кетеміз. Міне, осылайынан тігеміз. Артқы бөлікті де сразу алып кетеміз, бірге тігіп шығатын боламыз. Алдыңғы бөліктің екі бұрышы жең бөлік,
негізгі бөлік, артқы бөлік барлығыны бірге қосып. Енді міне алдыңғы бөлік жең, артқы бөлік. Алдыңғы бөлікті аламыз, жеңнің ортасынан өткіземіз. Жеңнің екі бұрышына бір-біріне қосамыз. Артқы бөлік пен алдыңғы бөлік астары бір-біріне келеді. Осылайынан тігіп шығатын боламыз. Өздеріңіз аударып көрген кезде түсінікті болады. Астар бөлікті осы жерден осылай тікпей қалдыратын боламыз. Ол бізге оң қаратуға керек болады. Міне осылай тігіп келдім. Барлығыны мына жерден өзім айтқандай қалдырасыздар. Міне қалдырып оң қаратқанға керек болады. Екінші жағында дәл солай алдыңғы бөлікті артқы жаққа қаратып кіргізіп, дәл солай тігіп аласыздар. Тігіп келдім, дайын. Енді бір үтіктеп аламыз. Оң бетіне аударамыз. Ол үшін жеңіне қолымызды кіргіземіз. Артқы бөліктен оң қаратып алдық. Енді осы жерде бұрыштарды инемен асықпай, жыртып алмай, жай-жай шығаратын боламыз. Енді үтіктейміз. Бір үтіктеп алайық. Міне үтіктеп алдық. Енді осыны астыңғы бөлігін тігуіміз керек. Астыңғы бөлікті тігу үшін осыны былай барлығын жинап, терісін аударып. Барлық тігістері бір-біріне сай келу керек. Инемен қыстырып алыңыздар, тігуге оңай болады. Міне инемен қыстырып алдым. Енді осы жерді тігіп шығатын боламыз. Біз жаңа мына жерде кішкентай орын қалдырғанбыз, тікпей кеткенбіз. Осы жерден оң қарататын боламыз. Міне тігіп келдім. Енді осы жерден мына бұрышын қиып тастаймыз. Енді оң қаратамыз. Осы бұрыштарын иненің көмегімен шығаратын боламыз. Асықпай шығарып алыңыздар. Енді осы жерді үтіктеп аламыз. Сонымен мына жерді машинканың көмегімен тіксеңіз болады, немесе қолмен ішінен біліндірмей тігіп шықсаңыз болады. Мен қазір машинканың көмегімен тігетін боламын. Дайын біздің костюмымыз. Мына жерде түйме болады бізде. Барлығы астарланып, таза тігіс болып шықты.